Қожа Насырдың тойға баруы. Баяғыда біреу той жасапты. Тойға көп кісі жиналып, Қожа Насыр да келіпті. Қожа Насырдың үстіндегі киімі жаман екен. Оны ешкім елемепті. Төрге шығыңыз, тамақтан алыңыз демепті. Қожа Насыр шығып кетіпті де, үйіне барып тәуір киімдерін киіп, қайта келіпті. Бұл жолы үй иесі Қожа Насырды құрметтеп, төрден орын беріпті. Қожеке, төрге шығыңыз, дәм істеңіз, деп бәйек болыпты. Ас келгенде тамақтан алыңыз деп қайта-қайта қошамет көрсетіпті. Қожа Насыр етті жемей, табаққа шапанының жеңін салып, «Же, шапаным, же» деп отыра беріпті. Сонда үй иесі таң қалып, «Бұныңыз не, шапан тамақ жейтін бе еді?» деп сұрайды. Сонда Қожа Насыр: «Сен кісіні сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды екенсің. Сондықтан шапаныма жегізіп отырмын» деген екен. Достар, Қожа Насырдың хикаясы сендерге ұнады ма? Ендеше лайк басып кетіңіздер, сау болыңыздар.